Білім тобы. Сіздерге берілетін тапсырма халыққа білім беру. Мәтінмен танысып, халыққа білім беру бағытында жасалған өзгерістерге талдау жасаңыздар. Сіздерге берілетін дескриптор. Халыққа білім беру саласындағы өзгерістерді нақты анықтайсыздар. Халыққа білім беру бағытында жасалған өзгерістерге дәлел келтіресіздер. Өзгерістердің енгізілу себептерін түсіндіресіздер. Халыққа білім беру саласында өзгерістердің оң және теріс тұстарын саралайсыздар. Жалпы балл 4 балл. Жазу тобы. Сіздерге берілетін тапсырма: ересек халықтың сауатсыздығын жою. Мәтінмен танысып, ересек халықтың сауатсыздығын жою бағытында жасалған өзгерістерге талдау жасаңыздар. Сіздерге берілетін дескриптор бойынша тапсырманы орындаңыздар. Мәтінмен танысып, нақты ақпаратты табасыздар. Сауатсыздықты жоюға бағытталған шараларды анықтайсыздар. Ересек халықтың сауатсыздығын жою бағытында жасалған өзгерістерге талдау жасайсыздар. Халықтың сауатсыздығын жою бағытында жасалған өзгерістерге мысал келтіресіздер. Жалпы балл 4 балмен бағаланады. Тіл тобы. Сіздерге берілетін тапсырма: 1920-1930 жылдардағы ғылымның дамуы. Мәтінмен танысып, ғылым саласындағы өзгерістерге талдау жасаңыздар. Сіздерге берілетін дескриптор: мәтіннен ғылым саласындағы негізгі өзгерістерді анықтайсыздар. Өзгерістердің себептері мен нәтижелерін талдайсыздар. Ғылым дамуының қоғамға тигізген ықпалын түсіндіресіздер. Өз ойыңды нақты дәлелдермен жеткізесіздер. Жалпы балл 4 балдық жүйемен бағаланады.